Сәлем достар, ағылшын тілін оңай және тез үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз сіздермен комплекс объект, яғни күрделі толықтауышты қарастырып өтеміз. Жалпы тіл үйренушілер осы күрделі толықтауыш десе қорқып жатады. Бұдан қорқатын ешқандай қиындығы жоқ. Егер де осы күрделі толықтауыштың жасалу жолының формуласын еске жақсылап мықтап сақтап алсаңыздар, сіздердің сөз саптауларыңызда бұл күрделі толықтауыштың пайдасы да көмегі де өте зор. Ал енді бұл күрделі толықтауыш әдетте көбінде әдеби тілдерде көп қолданылады. Сонымен күрделі толықтауыш дегеніміз бұл құрылымы ағылшын тілінде кейбір етістіктерден кейін бағыныңқыл сөйлемнің орнына қолданылады. Кейбір етістіктер деп отырғанымыз ол қазір мен сөйлемдерде мысалдарда көрсетемін қандай етістіктер екенін. Екіншіден ол септіктегі зат есім мен инфинитивтің байланысын көрсетеді. Тек қана зат есім емес, енді объектілі есімдіктер, зат есім екеуінің инфинитивпен байланысын көрсетеді. Оны келесі алдымыздағы қазір көрсететін мысалдардан байқап көресіздер. Сонымен формуласын алдымен қарастырайық. Күрделі толықтауыш дегеніміз не? Оны не үшін қолданамыз екен? I want you to listen to me. Мен сенің мені тыңдағанды қалаймын дейді. I want you to listen to me. Сонымен мен сені солай істегенді қалаймын, мен сенің олай істегенді қаламаймын деп біз тек әдеби тілдерде ғана сөйлейміз. Немесе бір шығарма жазғанда, эссе жазғанда осы күрделі толықтауышты қолдануға тырысыңыздар. Өйткені бұл күрделі толықтауышты қолдану арқылы сіз тіл біліміңіздің, тілді білу деңгейіңіздің жоғары екендігін көрсетесіз. Ал енді бұл формуланы қалай еске сақтаймыз? Қазір мен сіздерге рет-ретімен түсіндіремін сөйлемнің жасалу құрылымын, соны жақсылап еске сақтаңыздар. I want you to listen to me. Бұл жерде I деп отырғанымыз бастауыш, want баяндауыш, you to listen to me complex object, яғни күрделі толықтауыш. Ал енді бұл күрделі толықтауыштың өзін жеке-жеке қарастыратын болсақ, you деп отырғанымыз ілік септігіндегі объектілі есімдік. Объектілі есімдікті егер естеріңізде жоқ болса, онда менің алдыңғы жіктеу есімдігі атты видео сабағымды бір қарап алып, осы сабақты қайталап көрсеңіздер болады. Ал енді you to listen to me деп отырғанымыз бұл белгісіз түрдегі етістік. Неге белгісіз түрдегі дейміз? Яғни қазіргі алдымызда біз сіздермен қандай етістіктің түрлері бар, және ол етістіктер инфинитивпен бірге байланыса ма, байланыспай ма, соны қарастырамыз. Сонымен күрделі толықтауыш әртүрлі етістік топтарында қолданылады дедік. Бірінші топтағы етістіктер бұл қалауды немесе қаламауды білдіретін етістіктер. Ол етістіктер мінекей want, would like, to like, desire немесе hate бұл қаламауды білдіреді, жек көреді, жек көру деген етістігі. Бұл қалауды білдіретін етістіктерден кейін міндетті түрде to инфинитивін қолданасыздар. Мысалы, I want them to make the report by 5 p.m. Мен олардың есепті 5-ке дейін жасауын қалаймын. Яғни әдеби тілде осылай сөйлейміз, мен сендердің 5-ке дейін жасап жібергендерін қалаймын. Ал жай ғана қайыра салатын болса, 5-ке дейін жасай салыңдар деп айтып жатамыз. Сондықтан енді бұл жерде сөйлемнің жасалу құрылымына көңіл бөлсеңіздер, I бастауыш, want баяндауыш, them объектілі есімдік, to инфинитив және make деген етістік түр екен. Яғни қалауды, қаламауды білдіретін етістіктермен міндетті түрде to инфинитивін қолдануды естен шығармаңыздар. Келесі мысалда I would like you to read more. Мен сенің көп оқығаныңды қалаймын дейді. Әдетте біз сен көп оқы, сен спортпен шұғылдан, сен ол жерге бар деп айта саламыз. Ал егер мен сенің солай істегенді қалаймын дейтін болсақ, онда ол күрделі толықтауыш болады екен. Және бұл жерде де жасалу жолын қарасаңыздар, I бастауыш, would like құрылым жаңағы қалау-қаламауды білдіретін, you объектілі есімдік, to read инфинитив етістікпен бірге байланысын көрсетіп қолданып тұр екен. Келесі сөз етістіктің тобы бұл сезім және қабылдау етістіктері. Инфинитив to бөлшегісіз қолданылатын етістіктер. Олар see, watch, hear, feel, observe, notice, touch, яғни бұл байқау, бақылау, көру, бағдарлау, сезіну деген етістіктері. Мысалы, we saw our neighbors enter the house. Біз өзіміздің көршілеріміздің үйіне кіріп кеткенін байқадық. Егер де enter деген жай ғана етістікті байқап отырсыздар, to инфинитив жоқ, жалғыз етістік тұр.
our neighbors деген зат есімнен кейін бірден and деген етістік тұр. Егер де бұл жай ғана етістік түрінде беретін болсақ, онда бұл етістіктің аяқталған іс-әрекет екенін білеміз. Аяқталған, аяқталмаған деген ол қалай? Қазір сіздерге екінші мысал арқылы түсіндіремін. We saw our neighbors entering the house. Егер бұл жерде енді осындай enter деген етістікке ing жалғауын қосып беретін болсақ, онда біздің көршілеріміздің үйлеріне кіріп бара жатқанын көрдік. Яғни аяқталмаған іс-әрекет. Біз толық үйіне кіріп кеткенін көрген жоқпыз, бірақ кіріп бара жатқанын байқағанбыз. Көргенбіз кіріп бара жатқанын. Келесі етістіктердің тобы бұл мәжбүр ету және тағы басқа етістіктер. Ол етістіктер жаңағы бұйрықты білдіретін, рұқсат беретін, өтініш білдіретін етістіктер. Мысалы, to make бұл мәжбүр ететін, to let рұқсат ететін етістіктер. Бұл етістіктерден кейін міндетті түрде естеріңізде болсын, to бөлшегін қолданбайсыз. Мысалы, the teacher made him rewrite the exercise. Мұғалім оны жаттығуды қайта жазуға мәжбүр етті. Яғни, бұл жерде the teacher бастауыш, made баяндауыш, him объектілі есімдік, rewrite дегеніміз қайта жазу деген етістікті көрсетіп тұр. Яғни infinitive to жоқ бұл жерде. Сондықтан сөйлемнің жай құрылымын біліп алсаңыздар, ары қарай сөйлем құрастыру өте оңай. Келесі сөйлемде he let me go. Ол маған кетуге рұқсат берді. He бастауыш, let біздің негізгі етістігіміз, яғни баяндауыштың рөлінде тұр. Me объектілі есімдік және go етістік, инфинитивсіз етістік. Келесі төртінші форма бұл болжамды білдіретін және санау есіктіңдіктері. Болжамды білдіретін бұл to expect, to know, to find, to consider, to think, to believe, to suppose. Яғни күту, білу, табу деген сияқты. Болжамды білдіреді. Мысалы, I expect my friend to come on time. Мен досымның уақытында келетініне сенемін. Бұл жерде де сөйлемнің жасалу құрылымына көңіл бөлсеңіздер, I бастауыш, expect баяндауыш, my friend зат есім және to инфинитиві come етістігі қолданып тұр. We knew him to be right. Біз оның дұрыс жасағанын білдік. We бастауыш, knew, know деген етістің өткен шағы, him объектілі есімдік, to инфинитив, be етістік. We believe him to finish this work tomorrow. Ол бұл жұмысты ертең бітіретініне біз сенеміз. We бастауыш, believe баяндауыш, him объектілі етістік, infinitive to және етістік finish. Келесі. She thought him to be a scientist. Ол оны ғалым деп ойлады. Яғни бұл жерде де think деген етістіктің thought деп өткен шақта формасын беріп отырмыз және ол баяндауыштың рөлін атқарып тұр. Жалпы осы күрделі етістікті қолдануда осы құрылымды естен шығармаңыздар. Ал енді мына келесі кестеде жалпы осы күрделі етістіктің қолдану, құрылу жолын, жасау жолын көрсетілген, соны мықтап еске сақтаңыздар. Somebody деп отырған жаңағы бастауыш, яғни кез келген бастауыштың зат есімді білдіретін бастауышты қойсаңыздар болады. Екінші бағанада топтарына байланысты жаңа қалау етістігі, сезіну етістігі, болжам етістіктері, немесе let make деген рұқсат беру, мәжбүр ету етістіктері мінекей. Ал енді үшінші бағанада, үшінші орында біріншіден жаңа объектілі есімдіктер us, me, him, her, оны, оған, бізді, немесе the girl, their colleagues, my friends, our neighbors, our relatives. Ол жаңа қыз, немесе әріптестеріміз, біздің достарымыз, біздің туысқандарымыз, зат есім, немесе адамның есімі Ольга, Peter and John деп адамның есімдерін қолданып, ал енді төртінші бағанға, төртінші орынға мүмкін инфинитив қолданылатын болса to do something, яғни инфинитивпен бірге етістікті қолданасыздар, немесе жай ғана инфинитивсіз етістік болмаса ing жұрнағымен қосылатын аяқталмаған істі білдіру үшін қолданасыздар етістіктерді. Ал енді let және make етістіктермен міндетті түрде инфинитивсіз бірден етістік қолдануды ұмытпаңыздар. Сонымен осы формуланы мықтап еске сақтайсыздар.
ешқашан сіздерде күрделі толықтауышпен қиындықтар туындамайды деп ойлаймын. Ал енді мына жерде мен сіздерге біраз жаттығулар қалдырдым. Бұл жаттығулардың жауабын осы видеоның астына міндетті түрде жазып қоямын. Осына берілген әрбір бағандағы сөйлемдерді тексеріп, қай жерде дұрыс күрделі толықтауыш қолданылған сөйлемдер бар, соны белгілеп, өздеріңіздің бүгінгі түсінген сабақтарыңызды пысықтап тексерсеңіздер болады. Сонымен сіздерге айтарым, күрделі толықтауышта тек қана формуласын ғана еске сақтап, жаттап алсаңыздар болады. Ал енді мен сіздермен қоштасамын. Қош сау болыңыздар, сәттілік тілеймін.